Тоқым қағар. Алыс сапарға шығар алдында жасалатын жоралғының бірі. Үйден кеткелі жатқан адамның аман-есен отбасына оралып, бір-бірімен сағынысып қауышуын ырымдап, ағайын туыс жақын жуыққа берілетін ас түрі. Жақсы сөз жарым ырыс деген үлкен қария ақсақалдар жолаушыға: жолыңды Алла қолдасын, жаманшылық болмасын. Сенімді болсын жолдасың, жолыңды кескен оңбасын. Сәтті болсын істерің, жақсы болсын түстерің. Жұмсақ болсын ішкенің, көрмеген жерді көріп қайт. Ырзығыңды теріп қайт. Айдарыңнан жел есіп, желіп барып желіп қайт. Әумин деп бата берген. Сонымен бірге тоқым қағар бала алғаш рет жолға шыққанда жасалатын бас қосу. Тоқым қағар балаға ат тізгінін ұстауды үйрету. Сол арқылы баланы өскенде отбасы тізгінін, әулет тізгінін және ел басқарудағы тізгін ұстауға үйреткен. Қазақ баласын біреудің артынан жетекке жүруді үйретпеген. Өмір көкпарында өз көшін өзі сүйреуге, біреуге арқай сүйемеуге солай баулыған. Баланың ер азамат болып өсуін қалыптастыру мақсатында орындалатын дәстүрдің ең тамаша үлгісі. Жортқанда балам жолың болсын, қалтаң байлыққа толсын, бір толмасын жылда толсын, өмір жасың ұзақ болсын. Қатарыңнан озған өрен бол, қыз көзіндей терең бол. Сынай қалса құлақ сал, мақтай қалса керең бол. Әумин деп балаға да бата беретін болған.